Бәріңізге сәлем. Бүгін ерекше дәмді мандаринка салатын жасаймыз. Ол үшін бізге краб таяқшалары, жұмыртқа, мандарин, жүгері және майонез керек болады. Ең бірінші краб таяқшаларын видеода көрсетілген әдіспен турап аламыз. Одан кейін қайнатылған жұмыртқаны алып, осындай әдіспен тураймыз. Келесі кезекте мандариндерімізді ашып, олардың ішін бір-бірлеп ажыратып салатқа саламыз. Айта кететін жайт, мандариндеріміз міндетті түрде тәтті болу керек, қышқыл емес. Мендегі мандарин түрі ол медовый. Соңғы кезекте консервіленген жүгерімізді саламыз. Содан кейін сәл ғана қасықтың ұшымен қызыл бұрыш саламыз. Дәміне қарай 2-3 ас қасық майонез салып араластырамыз. Бұл салатқа салатын заттардың пропорциясын видеоның астына жазулы түрде қалдырамын. Араластырып болған соң, салат салатын тәрелкеңізге әдемілеп үйіп көтеріп саламыз. Салып болған соң, қолда бар көк шөптермен әдемілесеңіз болады. Мінекей, керемет салатымыз да дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан кейін жеп көрсеңіз, келесі тағы да жасайсыз. Ас болсын.